Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Ал бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бәріміз шаттық шеңберге тұрамыз. Балалар шаттық шеңберге тұрдық. Енді құмырадағы гүл әдісімен өзіміздің жақсы қасиетті сөздерімізді айтып, қолымыздан гүлдерді құмыраға саламыз. Еңбек ету қажетті. Жарайсың. Қорғанды сүйемін. Жарайсың. Үлкендерді сыйлаймын. Жарайсың. Достарыма көмектесемін. Дұрыс, жарайсың. Балалар, бүгінгі тақырыбымызды дәптерімізге жазып қоямыз. Бүгін 4 қазан. Қазан, тақырыбымыз қазыналы қарттың тәлімі. Тақырыбымызды айдарымыз берілген сөйлемдерді оқу және өз ойыңды айт дейді. Отанымды сүйемін. Біздің туған тіліміз қандай тіл? Қазақ тілі. Туған тілім қазақ тілі. Туған тілім қазақ тілі. Біздің туған тілімізде сөйлей білуіміз керек балалар, я? Қазақ тілін әрқашан жоғары дәрежеде білуіміз керек екен, я? Достарыма көмектесемін. Достарымызға көмектесеміз ба? Әр адам өз досына әрқашан көмек қолын созу керек. Үлкенді сыйлаймын. Үлкенді сыйлаймыз ба, балалар? Үлкенді сыйлау керек, айтқанын тыңдауымыз керек. Сыпайы сөйлеймін. Сыпайы сөйлейміз ба, балалар? Адамның қандай екенін сыпайы сөйлегеннен білеміз, балалар, я? Балалар, өрмекші әдісі бойынша біз Төле бидің өмірі жайлы мағлұматтарды жинақтап, тірек сөздердің қорын толықтырайық, я? Осы әдіске кім қатысады екен, өрмекші әдісіне? Ал, ортаға шыға қой. Төле би болып кім шығады екен? Келе ғой, жаным, келе. Келе қойда, кім қатысқысы келеді? Келіңдер. Төле би 1663 жылы туылып, 1756 жылы өмірден озған. Өрнегіңді өле ғой. Жарайсың. Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасында жайсаң жайлауында дүниеге келді. Жарайсың. Өрнегіңді құра ғой. Жарайсың. Енді 15-20 жасында билікке араласып, әділдігімен, шешендігімен пайдалады. Жеті жайлы әдет заңын шығарушылардың бірі болды. жарайсың. Өрнегіңді құра ғой. Енді жыл билік жүргізген. Ташкент қаласы орналасқан. жарайсың. Өрнегіңді құра ғой. Артық өрнегіңді құра ғой. Келе ғой. Жарайсың. Қазақ жерін жоңғарларынан, басқыншыларынан құтқару үшін ат салысқан. Жарайсың. Өрнегіңді құра ғой. Балалар қараймыз. Ұрпақ үшін мәндісі ұлттық тұрғыдағы тәрбие. Әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері, рухани және адами қасиеттері, ұлттық құндылықтары бар екен. Отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің орны ерекше. Балалар, Төле би шамамен 1663 жылы дүниеге келген. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасында Жайсаң жайлауында дүниеге келген екен. Қазақ жерін жоңғар басқыншылықтарынан құтқаруға атсалысқан. Ал оқушылар
бүгінгі жаңа мәтінімізді, тақырыбымызды қазыналы қарт тәлімі атты мәтінді енді топ-топпен оқып шығамыз, е? Бірінші тобымыз біздің Төле би тобы. Оқитын Әмірхан оқу. Төленің жас кезі жотада мал бағып жүрсе, анадай жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақсақалды Қоңқа би деген жасы 70-терге келген байдың жылқысы болды екен, білесіз бе деп сұрайды. Қоңқа би: қарағым, бұл нысапсыз деген байдың жылқысы дейді. Нысапсыз деген қандай бай? Нысапсыз осы малды жия берген. Бұл нашарға, кедейге қайырымы жоқ байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ал жарайсың. Келесі Айтеке би тобы. Жалғастыр. Ойпырмай ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көзінің жауын ақ жайқалып өсіп тұр ғой, деді бала. Әй шырағым, бұл қайықсыз деген байдың егіні. Қайықсыз деген бай ма? Қай ел болады ата? О шырағым, айтайын ба, бір өз бәлен адам жалдап осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс істетті, еңбегін бір жеді. Енді егін біреуді еңбегімен орғызып қырманға салды, бастыртып қаңбаға құйды. Мұның бәрі өзін істемейді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмайды, қалған жылы қымбатқа сатты. Өзі жан қинамай үйде рахаттанып жатты. Келесі жылы тағы егін ектірді. Енді 2 есе адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете берді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатты. Мұның қайықсыз болатын себебі осы. Түсініп ал балам, Төле би сол жол үстінде жолыққан Қоңқа қартты үнемі құрметтеп еске алып өзін ұстаз тұтқан екен. Ал жарайсыңдар балалар, мәтінді оқып шықты. Осы мәтіндегі енді жаңа сөздер сандығы айдарына кезегін берейге. Балалар, осы мәтіндегі жаңа сөздер бізде қандай сөздер екен? Үйездеу деген. Үйездеу дегеніміз балалар, ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып, топтанып тұруды біз қалай аталады екен? Үйездеу деп атайды екенбіз, е? Және бізде кіші бесін дегеніміз балалар, күн төбеден ауып, кеш кірген кезі қалай атайды екенбіз? Кіші бесін деп атайды екенбіз. Сосын нысапсыз бай дедік біз, мәтінде, ол нысапсыз дегеніміз балалар, тойымсыз және қанағатсыз адамды біз не дейді екенбіз? Нысапсыз дейді екенбіз. Онан кейін бізде мәтінде қандай сөз кездесі? Қайырсыз бай деген бар екен, е? Ал қайырсыз деген сөзіміз біздің қайыры жоқ, жақсылығы жоқ, шапағаты ешкімге келмейтін адамды біз не дейді екенбіз балалар? Қайырсыз деп атайды екенбіз. Және мәтіндегі жаңа бір сөз бізде жер айдау. Жер айдау дегеніміз ол балалар? Жерді жырту деген мағынаны білдіреді екен балалар, е? Жарайсыңдар. Ал балалар, біз енді осы мәтіндегі Төле би мен Қоңқа қарттың сөзін сахналап көрейік балалар, е? Ал сахналауға Қоңқа қартқа кім шығады екен? Ал Әмірхан шыға ғой. Төленің жас кезінде кім шығады екен? Кел шыға ғой балалар. Ал оқушылар, тыңдаймыз қан. Бізде Әмірхан Қоңқа қартты сахналайды. Бізде Төленің жас кезін Бағдәулет сахналайды. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әрбек биді. Анау іздеп жатқан жылқылар кімдікі? Жылқы бидікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жуанкөз бай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын деді Төле бала. Жоқ дейді Төле бала. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын деді Төле бала. Ата, мынау қандай байдың жылқысы болады екен, сіз білесіз бе деп сұрайды. Қоңқа би дейді екен. Қарағым, бұл нысапсыз деген байдың жылқысы. Нысапсыз деген қандай бай?
Nısapsız olmalıdı, jiya vergen. Onun halkına faydası da teygen yok. Bu. Yani halkına var mı bir tane? Hayırsız değil. Oturmaya yata. Oturma yata. Mınha utkanda adamның егіні болады екен. Шырағым, бұл қайсыз деген байдың жоқ, қайсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай, қай елдің болады ата. О, шырағым, айтайын, бай бір өзі пәрмен. Адам жауда осынша жерді айдатты. Адамға жұмыс істетіп еңбегін бір жеді. Енді егінді біреуден еңбегіне отырғызып қырманға салды. Бастырып қамбаға құйды. Енді бәріміз тақтаға назар аударамыз. Бізде мәтінде қандай сөз кездесті? Жылан көз деген сөз кездесті. Енді сол сөздердің біздер балалар сөзімен, айтылуымен, жазылуын анықтаймыз балалар. Қаны. Дәптерімізге жазамыз. Мәтінде кездескенімізде қандай сөз? Жылан көз. Жылан көз. Бізде естілу қалай болып тұр? Жылан көз болып тұр, е? Міне, жылан көз. Ал ол дұрыс жазылуы қалай екен? Жылан көз. Бәріміз жазамыз, кәне. Жылан көз. Дәптерімізге жазып қоямыз. Енді балалар, төлебейдің айтылуымен жазылуын. Айтылуы бізде қалай айтылады? Жазамыз кәне. Төлебей болып айтылады, е? Ал жазылуы бізде дұрыс жазылуы? Төлебей. Айтылған кезде болып естіледі екен балалар бізде, е? Ал жазылған кезде төлебей. Болмайды жазылғанда, е? Ал балалар, осы шығармадағы нысапсыз бай мен қайырсыз байдың іс-әрекеттерін салыстырайық балалар, е? Нысапсыз бай дегеніміз қандай екен ол? Қанағатсыз және береке қайырымы жоқ бай. Қане бәріміз енді осы мәтінімізді қорытындылай келе дәптерімізге мынандай шардың суретін салайықшы кәне балалар. Шардың суретін саламыз да. Шардың суретін салыңдар дәптертеріне. Сөйтеміз де сол шарға өзінің қандай адами құндылықтарды қосар едіңдер. Сол сөздерді осы шардың ішіне жазамыз. Кәне әркім өзінің ойындағы жақсы адами құндылықты қасиетті сөздерді жазамыз. Шағымызды салып, құндылықты сөздермен толықтырыңдар ма балалар? Не жарайсыңдар? Ал енді балалар, үйге тапсырма балалар. Осы мәтін бойынша жоспар құрастырып жазып келеміз. Түсінікті болды ма балалар? Үйге тапсырма осы мәтін бойынша жоспар құрып, құрастырып жазып келеміз. Үйге тапсырма осы. Енді біздің мына жерде топ басшыларымыз өзінің бағалау парағына бізде бүгінгі сабаққа атсалысқан балаларға бағалап отыр. Сол бағалауларын қазір көреміз. Амирхан бізде өзінің тобының оқушыларын балдық жүйемен бағалады. Қарақат өзінің тобының бағалады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.